Армысыздар, алты алаштың атын шығарған қазақ елі. Сіздермен бірге мен Аружан Дүйсебаева. Сайлау бар, таңдау жоқ. Алдағы сайлау бұл халықты алдау, биліктің кезекті қойылымы. Өздеріңізге белгілі, 2021 жылы 10 қаңтар күні парламент мәжілісі мен мәслихат депутаттарын сайлау өткізіледі. Әділетсіз сайлау өтпек кеткен мүлде мағына. Ақиқатшыл партия жоқ, қара халық бағына. Сын сағатта сыйға берер бар даусын, сатқындарды жинап алды бір Нұр Отан жағына. Қарсылықты білдірмесек баршамыз парламентте отырмақ пайдасыздар тағы да демекші, алдағы парламент сайлауына қандай партиялар қатысады. Назарбаевтың соңынан ерген Нұр Отан. Қызын ұзатқандай нұр атасы кеткенде еңіреп жылаған Ақжол жетекшісі Азат Перуашев. Кто еще помнит, как это было? Ғимараты Нұр Отанның кеңсесінің атына тіркелген бірлік. Жетекшісі Серік Сұлтанғали. Ауыл туралы тек қана қалада конференция мен семинарлар, іс-шаралар өткізетін, ауылға мүлдем бармайтын ауыл партиясы жетекшісі Әли Бектайып. Және де өздерін адал жолмен жүреміз деп осы уақытқа дейін халықты сендіріп келген. Қазіргі таңда өздерінің атауын өзгерткен халық партиясы жетекшісі Арман Қоңыров. Енді ойлап қараңыздаршы, осы партиялардың арасында қайсысы осы уақытқа дейін, сайлауға дейін халықтың жағдайын ойлады, елдің мүддесі үшін жұмыс жасады. Сіздің де есіңізге ешқайсысы түспеді ме? Я, өкінішті. Билікті тұрса опақ, отырса сопақ қылатын, арай теріп бері жығатын, халыққа жасалып жатқан әрбір жұмыстарын қатаң сынайтын, халықтың игілігі үшін жұмыс жасайтын бірде-бір оппозициялық партияның жоқтығы баршаларыңызға белгілі. Парламент сайлауына қатысу үшін партиялық тізім ұсыну қажет. Ал ол партиялық тізімді кімдер жасақтайды? Әрине, кітапхана мен Ақорда. Ол дегеніміз Назарбаев пен Тоқаев дегеніміз. Сонда қаншама миллиондаған қарапайым халықтың сайлау мен сайлану құқығы қайда қалды? Барлығын Назарбаевтың жүйесі, режимі шектеп тастады. Ал осындай сайлаудан қандай үміт күтуге болады? Бұл сайлауға толығымен бойкот жариялануы тиіс. Баршаларыңызды 10 қаңтар күні сайлау учаскелеріне емес, алаңдарға шығып өз наразылығымызды білдіруге шақырамыз. Біз тек қана алаңдарда өз наразылығымызды білдіре аламыз және де бойкот жариялануын талап етуіміз қажет. Себебі бұл сайлау легитимді емес және заңсыз екендігін ашық көрсетуіміз қажет. Баршаларыңызды алаңға шақыратын боламыз.